Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дайындалатын чизкейктердің рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі де ерекше, басқаларға ұқсамайтын. Сол себепті видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге печенье қажет болады. Оны блендермен езіп аламыз, немесе оқтаудың көмегімен езсеңіздер де болады. Майдалану керек, главный. Майдаланып алдық. Енді ыдысымызға қойып, сары майымызды қойып, печеньемізбен араластыратын боламыз. Енді үстіне сүтімізді құйып, тағы да жақсылап мыжатын боламыз. Біз қатты мыжған кезде қолымызда печеньемізді екіге бөлген кезде тура осылай екіге бөліну керек. Сонда біздің печеньеміз дайын деген сөз. Енді форма дайындайтын боламыз. Астымызда 2 қабат фольга және де тефлоновый коврикті астына қойдым да, осылай тура видеодағыдай етіп, жан-жағын жақсылап осылай жабыстырып шығамыз бір кольцоға. Енді формамызға печеньеларымызды жайғастыратын боламыз. Жақсылап қатты басып, жан-жағына бортиктерін шығарып, начинкасын дайындаймыз. Ыдысымызда творожный сыр, шекер, жұмыртқаны барлығын блендермен жақсылап біркелкі масса болғанша езіп аламыз. Енді осының үстінен сливкемізді құйып, бір араластырып жібереміз. Дайын болған творожный массамызды екіге бөлеміз. Біреуіне шоколадты құйып, екіншісіне малинаны құятын боламыз. Біздің массамыз теңдей бөліну қажет. Екіншісіне малина қостым. Езілген свежий малина, немесе малинаның вареньясын қолдансаңыздар да болады. Ол да дәм береді ерекше. Енді дайын болған формамызға бірінші шоколадныйды астына құйып аламыз да, бір сілкіп жібереміз жақсылап жайылу үшін. Енді үстіңгі бөлігін 3 жаққа құйып аламыз, өйткені бізде ровно масса шығу үшін. Міне құйып алдық, тура видеодағыдай етіп құятын боласыздар. Қалған ыдыстағы бөлігін осылай бетіне жайғастыратын боламыз. Енді чизкейктерімізді пісіреміз. Біздің астыңғы противенде міндетті түрде қайнаған су болу керек. 130 градуста 1,5-2 сағат пісіреміз. Біздің чизкейк пісіп, соды енді бетін жауып, холодильникке 6 сағатқа қойып қоямыз. Міне бізде 6 сағат өтті. Енді шет-шетіндегі бортиктерін абайлап, ақырындап алып тастайтын боламыз. Чизкейктеріміз міндетті түрде ыстық суға салып, шаршықтың көмегімен сүртіп алып, пышақты осылай кесеміз, ровно кесіледі. Сонда бізде міне ортасы осындай болып шықты. Әрбір бөлігін кескен кезде тура осылай видеодағыдай етіп, ыстық суға салып, сүртіп, сосын барып кесеміз. Өйткені біздің чизкейктеріміз ровно кесілетін болады сол кезде. Енді таяқшаларын жайғастыратын боламыз. Ортаңғы бөлігінен пышақтың көмегімен кішкене тесіп аламыз. Сосын барып таяқшаларды кіргізіп шығатын боламыз. Ақ шоколад пен қара шоколадқа сұйық майымызды құйып, микроволновкада ерітіп аламыз. Енді бірінші ақ шоколадты дайындаймыз. Кішкене краситель қостым, қызыл розовый түс шығару үшін. Чизкейктерімізді ақырындап осылай тура видеодағыдай етіп, шоколадтарымызды жағып шығамыз.
Шоколадтарымыз 4 штугына жақтым. Енді бұл жерде менде үгітілген печенье үстіңгі бөлігіне сол печеньенің жартысын қойдым. Өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер де болады. Бұл жерде қатып қалған қағида жоқ. Сол себепті қалаған нелеріңізбен сәндеңіздер. Келесі 2 штугы менде фисташка майдаланған. И бетіне жан-жағына кондитерлік конфеттер майда. Қалған 4 штугында шоколадный жағатын боламыз, қара түсін. Оны да тура видеодағыдай етіп жағып аламыз. Шоколадтарымыз тез-тез қимылдамасақ біздің қатып қалады. Бұл жерде менде печенье мен шоколадты теркадан өткізілген түрі. Енді бетіне шоколад қойдым. Бұл жерде печенье мен фисташка араласқан. Бұның бетіне миндаль қойдым. Тағы да айта кетейін, өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Қалған шоколадтарымызды тура осылай етіп құйып шығамыз. Әдемі рең береді сонда біздің чизкейктерімізге. Міне достар, біздің чизкейктеріміз дайын болды. Түрі де ерекше, дәмі де ерекше. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда көптеген рецепттер саламын.